Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 111 сабақ тақырыбы санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге және еселік салыстыруға берілген есептер. Бүгінгі тақырыпта сендер есепке кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасыңдар. Есепті шығар. Ауылдағы атамның 3 түйесі және одан 2 есе артық жылқысы бар. Атамның неше жылқысы бар? Кітапта шарты берілген: түйе 3, жылқы белгісіз, бірақ түйеден 2 есе артық. Шешуі: есе болғандықтан 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 шығады. Жауабы: атамның 6 жылқысы бар. Екінші есеп: сызба бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Сызбада бірінші сызбада жылқы 6, екінші сызбада түйе 3, яғни жылқы түйеден неше есе артық. Осы есеп бірінші тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабыңды түсіндір. Сызба бойынша шартын құрамыз. Жылқы 6, түйе 3, жылқы саны түйе санынан қанша есе артық, яғни белгісіз бізде. Шешуі: 6 бөлу 3 тең 2. Жауабы: жылқы саны түйеден 2 есе артық. Енді бұл есеп бірінші есепке кері есеп болады ма? Иә, әрине, бірінші есепке кері есеп болып табылады. Себебі бірінші есепте жылқы саны белгісіз болса, екінші есепте қанша есе артық екені белгісіз болып тұр. Сонымен қатар бірінші есепте көбейту амалы қолданса, екінші есепте бөлу амалы қолданылып тұр. Үшінші есеп: есепті шығар. Саяхатқа 18 қыз және одан 9-ы кем ұл шықты. Саяхатқа қыздарға қарағанда ұлдар неше есе кем шықты? Шартын құрып аламыз. Қыздар 18, ұлдар белгісіз, бірақ 9-ы кем. Енді ұлдар саны қыздарға қарағанда неше есе кем? Шешуі: 2 сұрақ белгісі болғандықтан 2 амал қолданылады. Ең алдымен ұлдар санын анықтап аламыз. Ол үшін 18-ден азайтамыз 9-ды, 9 шығады. Енді қыздар санын бөлеміз ұлдар санына. Сонда бізде 2 шығады. Жауабы: ұлдар саны қыздарға қарағанда 2 есе кем. Үшінші есеп: үшінші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр. Қысқаша жазбасын жазып, есепті шығар. Шартын құрып аламыз. Ұлдар саны 9, қыздар саны белгісіз, бірақ ұлдарға қарағанда 2 есе артық. Шешуі: 9-ды көбейтеміз 2-ге, тең 18. Жауабы: 18 қыз. Бесінші есеп: есепті шығар. Аулада 8 көжек және одан 3 есе артық тауықтың балапандары жүрді. Тауықтың балапандарына қарағанда көжектер қанша кем? Осы есепке кері есеп құрастыр, оны шығар. Есептің шартын құрып аламыз. Көжек 8, тауықтың балапандары белгісіз, бірақ көжектен 3 есе артық. Және де көжек саны тауықтың балапанына қарағанда қаншаға кем? Шешуі: бұл жерде 2 амал қолданылады. Ең әуелі тауықтың балапандарын санын анықтап аламыз. Ол үшін 8-ді көбейтеміз 3-ге, 24. Енді 24-тен азайтамыз 8-ді, тең 16. Жауабы: тауықтың балапандарына қарағанда көжектер 16-ға кем. Бесінші есепке кері есеп құрастырамыз. Көжек белгісіз, бірақ тауықтың балапандарынан 3 есе кем. Тауықтың балапандары 24. Тауықтың балапандары көжектен қаншаға артық? Шешуі: ең алдымен 24-ті бөлеміз 3-ге, 8 шығады көжектің саны. Одан кейін 24-тен азайтамыз 8-ді, 16 шығады. Жауабы: көжектердің санына қарағанда тауықтың балапандары 16-ға артық. Алтыншы есеп: мысалдарды шығар. Ең әуелі 2-ні 8-ге көбейтіп аламыз. 16 шығады. 16-ға 28-ді қосқанда 44 шығады. 44-тен 17-ні азайтамыз, 27 шығады. Екінші есеп: 62 азайту 24 бөлу 4. Ең алдымен бөліп аламыз. 24-ті 4-ге бөлгенде 6 шығады. 62-ден 6-ны азайтқанда 56 шығады. Енді 36 қосу 56 тен 92. Жетінші есеп: тиісті амалдар таңбасын қой. Жақша ішінде 3-ті 3-ке көбейтеміз. 9, 9-ға 3-ті қосқанда 12, жақшаның сыртындағы 3-ке бөлгенде 4 шығады.
Екінші, 3-ті 3-ге көбейткенде 9, 9-дан 9-ды алғанда 0 болады. 8-ші есеп, есепті шығар. Аулада биіктігі 10 метр қарағай және одан 5 метр аласа қайың өсіп тұр. Қайыңның биіктігі қарағайдан неше есе кем? 8-ші есеп шартын құрып аламыз. Қарағай 10 метр, қайың белгісіз, бірақ қарағайдан 5 метр аласа. Қайыңның биіктігі қарағайдан неше есе кем? Шешуі екі сұрақ белгісі болғандықтан екі амал қолданылады. Ең әуелі қайыңды тауып аламыз. 10-нан азайтамыз. 5-ті тең 5 метр қайыңның биіктігі. Енді 10-ды бөлеміз 5-ге, 2 шығады. Жауабы қайыңның биіктігі қарағайдан 2 есе кем. 9-ші есеп. Пойызда 16 вагон бар. Ағам 9-ші вагонға билет алды. Осы вагонның алдында және соңында неше вагон бар? Барлығы 16 вагон болса, егер өзіне 9-ші вагонға билет алған болса, бір вагонды алып тастаймыз, сонда 15 вагон болады. Яғни 9-дың алдында 1-ден 9-ға дейін 8 вагон бар. Одан кейін 9-дан кейін 16-ға дейін 7 вагон бар. 16-дан 1-ді неге азайттық? Өйткені өзінің мінген вагонын алып тастаймыз. Және 9-дың алдында 8 вагон бар, 9-дан кейін 16-ға дейін 7 вагон бар. Сол екеуін қоссақ 15 болады, оған өзі мінген вагонды қоссақ 16 вагон болады. Сабақ түсінікті болса лайк басамыз және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Егер түсініксіз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Сау болыңдар балалар.